Балалар, 4-ші тоқсанды жаңа бөліммен бастаймыз. Бөлімнің атауы аспан әлемінің құпиялары деп аталады. Тақырыбымыз ерте дүниедегі халық астрономиясы. Бүгінгі сабағымызға негізделген оқу мақсаты: оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу. Екінші мақсатымыз: тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Астрономия аспан денелерінің құрылысы, дамуы және тұтас ғалым жайындағы ғылым. Обсерватория астрономиялық бақылау жүргізетін ғылыми мекеме. Бүгінгі тақырып бойынша бірінші тапсырма. Бірінші тапсырмада мәтінді оқып, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Өткен сабақтарда балалар естеріңде болса, кез келген берілген бірінші мәтінмен жұмыс жасағанымызда негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайтынбыз. Келесі, бүгінгі әдеби тіл нормасы бойынша бізде төл сөз бен төлеу сөз. Сөйлеуші тек өзі ғана сөйлей бермей, өз сөзінің ішінде басқа біреудің айтқанын, сөйлеген сөзін келтіреді. Біреудің сөзі екі түрлі жолмен беріледі. Біріншісі, ешбір өзгеріссіз, дәл сол айтылған күйінде жүргізілуі төл сөз деп аталады. Мысалы, еңбек түбі береке, дейді халық. Екіншісі, сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап, тек мазмұнын сақтап жеткізу төлеу сөз деп аталады. Мысалы, халық еңбектің түбі береке екенін айтқан. Келесі балалар, екінші тапсырма, дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптермен жұмыс жасап болғаннан кейін суретке түсіріп, осы WhatsApp арқылы чатқа жібереміз. Екінші тапсырма бойынша мәтіндегі төл сөздерді төлеу сөз түрінде жазыңдар. Яғни, төл сөздерді төлеу сөзге айналдырамыз. Үшінші тапсырма бойынша берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Үшінші тапсырма бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, сағат болмаған шақта адамдар уақытты қалай білген? Екінші, сағаттың қандай түрлерін білесіңдер? Сағаттың жыл санауға қатысы бар ма? Неліктен? Үшінші, уақыттың ең кіші бөлшегі мен үлкен бөлшегін атаңдар. Осы сұрақтарға ауызша болмаса жазбаша жауап береміз балалар. Келесі кезекте үй тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Ата-аналарының көмегімен немесе энциклопедияларды пайдаланып, ертедегі халықтың ұғымдағы тәулік мезгілдерін ретімен жазыңдар. Оларға түсінік беріңдер. Үлгіде көрсетілгендей, ақшам қараңғы түсе бастаған кез. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасын орындап, осында жіберіңіздер. Мен күтемін. Қош сау болыңыздар. Амандықта жүздесейік. Мен сендермен біргемін. Үйде болыңдар.